Келесі бізде балалар қарастыратынымыз ол бізде линза. Линзаны біз оптикалық аспаптарды, оптикалық құралдарда қолданылатын дене деп қарастырамыз ғой, иә. Жалпы линза ол екі жағы сфералық беттермен шектелген мөлдір дене болып табылады. Ережесін жазамыз осы жерден, иә балалар. Екі жағы шектелген, сфералық беттермен шектелген мөлдір дене. Линзаның балалар екі түрі бар: дөңес және ойыс. Дөңес және ойыс. Дөңес линзаның өзінің үш түрі бар: қос дөңес, жазық дөңес, ойыс дөңес деген. Бірінші, екінші, үшінші түрді көріп тұрмыз ғой балалар, иә? Қос дөңес, жазық дөңес және ойыс дөңес. Келесі, ойыс линзаның өзінің үш түрі бар балалар: қос ойыс, жазық ойыс және дөңес ойыс. Төртінші, бесінші, алтыншы суреттерге қарасаңдар, балалар түсініп алуға болады. Линзадағы негізгі белгілеулерге тоқталайық балалар. Линзадағы негізгі белгілеулер сол бізде айнаны қарастырған едік қой. Айнаға кішкене ұқсайды. Бас оптикалық ось, мына сызық бас оптикалық ось. Және де фокус аралығы, қашықтығы үлкен F міне. Мына линзаның оптикалық центрінен мына жерге дейінгі ара қашықтық бізде бас фокус болып табылады. Фокус ара қашықтығы. Түсінікті ғой, иә? Мынау бас фокусы белгіленген нүкте. Мына жерде линза тұрған болуы мүмкін, иә? Жинағыш немесе шашыратқыш. Линзаның екі түрі бар: жинағыш, шашыратқыш. Оны қазір ажыратамыз, иә? Дөңес ойыс болуына байланысты жинағыш және шашыратқыш болып аталып кеткен ол. О нүктесі ол линзаның оптикалық центрі, иә? Мына сызық бас оптикалық ось, мына жер фокус аралығы, мынау линза. Түсінікті ғой балалар, иә? Жинағыш линза болатын болса, мынандай белгімен белгілейміз. Былай белгіленіп тұрады. Шашыратқыш линза болатын болса, балалар бізде керісінше мына стрелкамыз өзгереді балалар. Шашыратқыш линзада керісінше бағытқа өзгереді. Яғни былай өзгереді. Шашыратқыш линза екендігін осылай шартты белгісіне қарап ажыратып алсақ болады. Жинағыш немесе шашыратқыш екендігін. Түсінікті ғой балалар, иә? Негізгі ұғым бас оптикалық ось, фокус ара қашықтығы, линзаның оптикалық центрі және линзаның өзі. Егер бас оптикалық оське параллель жарық сәулелерін түсірсек, линзаның бас F фокусында жиналады. Линзадан фокусқа дейінгі қашықтық деп аталады, және ол үлкен F әрпімен белгіленеді, үлкен F. Фокус аралығы. Дөңес линза өзі арқылы өткен жарықты бір нүктеге жинайды. Түсінікті ғой балалар, иә? Дөңес линза жарықты жинақтайды. Жинақтаушы линзаға жатады. Жинағыш линза деп аталады. Түсінікті ғой, міне. Сол себепті дөңес линза жинағыш линза деп аталады. Бұны жазамыз, барлығын жазып аламыз, сызбасын тура осылай сызып алайық балалар. Келесі, шашыратқыш линзалардың шеті қалың, ортасы жұқа болып келеді. Өзі арқылы өткен жарықты шашыратады. Шашырағыш линза әр уақытта жалған кескін береді. Бұны да жазып аламыз. Сонымен жаңа бізде байқасақ балалар, дөңес линза жинақтаушы екен, иә? Дөңес линза жинақтайды екен, ал ойыс линза қайтеді екен? Шашыратады екен. Осыны есімізде сақтаймыз. Шашыратқыш линза дегеніміз бұл ойыс. Жазып аламыз, иә балалар? Келесі, балалар, жұқа линзаның негізгі формуласы балалар мынандай. Қандай формула ұқсап тұр балалар? Біздер айнаның формуласын жаздық қой. Сол айнаның формуласына кішкене ұқсап тұр, иә? Бірдей десе де болады. Бір бөлінген кішкентай D қосылған бір бөлінген кішкентай F тең болады бір бөлінген үлкен F. D дегеніміз балалар нәрседен линзаға дейінгі ара қашықтық, өлшем бірлік метр. Естеріңде ме? Айнаны түсіндірген кезде осының алдында нәрседен, яғни денеден айнаға дейінгі қашықтық D деп алынған. Тура сондай ғой. Жаңағы кішкентай F дегеніміз линзадан нәрседен линзаға дейін қашықтық, линзадан кескінге дейін қашықтық. Мына жер кішкене қате болып кетті. Линзадан кескінге дейінгі қашықтық, нәрсеге емес, кескінге дейін қашықтық. Үлкен F деп отырғанымыз линзаның бас фокусы. Фокус ара қашықтық, өлшем бірлік метр. Мына жерді нәрсе емес, кескін деп жазамыз балалар. Суретпен көрсететін болсақ, жаңағы суретке қайтадан оралайық. Міне, мысалы, мына жерде дене тұр делік. Мысалы, мына жерде дене тұр делік. Майшам тұрсын. Мына майшамнан линзаға дейінгі қашықтық балалар D.
түсінікті ғой. Кескініміз мысалы мына жерде тұруы мүмкін, немесе төңкеріліп астында тұруы мүмкін, яғни линзадан мына кескінге дейінгі қашықтығымыз балалар f. Мына ара қашықтық бұл линзаның өзі, мына жасыл тұрған. Сонда үлкен f-ті қалай табамыз десе, біз не істейміз? 1 бөлу үлкен f тең болады 1 бөлу кішкентай f қосу 1 бөлу үлкен кішкентайды формуласын қолданып шығара салады екенбіз. Келесі балалар, формуланы түрлендіру формуласын бір тексеріп өтейік. Үлкен f-ті тапқан кезде мынандай болып түрленді дейді. 1 бөлу f тең болады 1 бөлу d қосылған 1 бөлу кішкентай f. Осыдан екеуін көбейтіп ортақ еселігін жазатын болсақ, мына жерде f-тан, мына жерде d-дан болады. Сонда d қосылған f болады. f-ті тапқан кезде дұрыс. Мына формуланы жазамыз. Яғни тура жаңағы формуладан түрлендіріп, біз үлкен f-ті анықтаған кезде осы формула шықты. Келесі d-ны тапқан кезде мына формула шықты, f-ті анықтаған кезде мына формула шықты. Бұны да жазып алайық балалар, яғни түрлендіріп анықтадық. Келесі, бұл қалай шықты деген кезде балалар, d-ны тапқан кезде не істейміз? Мына жердегі мына формуланы негізге аламыз ғой, мына формуладан d-ны бір жағына шығарамыз. 1 бөлу d тең болады 1 бөлу d тең болады 1 бөлу үлкен f азайту 1 бөлу кішкентай f болады. Тура жаңағыдай үлкен f көбейту кішкентай f, мына жақта кішкентай f, мына жерде үлкен f. Сонда кішкентай f-тен үлкен f-ті азайтамыз. d-ны тапқан кезде керісіншеге өзгереді. Сонда мына формуламызда дұрыс болып тұр ғой. Келесі, мына формуланы да тексере салайық. 1 бөлу кішкентай f тең болады 1 бөлу үлкен f азайту 1 бөлу d. f көбейту d деп жазайық. Мына жақта d-дан беріледі, мына жерде үлкен f-тан беріледі, d азайту f. Керісінше аударылады, f тең мына мәнге тең болады. Жақсы, шығарылу жолын түсініп отырмыз ғой балалар, түсіндіре алдым ғой. Мына жердегі негізгі формуланы негізге ала отырып, біз кішкентай f-ті да, d-ны да және фокус аралығында есептеп шығара алады екенбіз балалар. Бірақ бұл формулаларды жаттаудың қажеті жоқ балалар, негізгі мына формуланы жаттасақ болды. Мыналар артық информация. Негізгі формуланы жаттап, дұрыстап түрлендіруді жақсы меңгерген болсақ, тек осы формуладан шығарып алуға болады. Келесі, линзаларда кескін салу. Бас оптикалық оське параллель сәулелер линзадан сынғаннан кейін оның фокус арқылы өтеді. Бірінші ережесі, балалар. Бірінші ережесі, қазір осы ережеге байланысты сызатын боламыз. Линзаның оптикалық центрі арқылы өтетін сәуле сынбайды. Яғни жаңа О дедік қой, О арқылы өтетін сәуле сынбайды. Және линзаның бас фокусы арқылы өтетін сәуле линзадан сынғаннан кейін бас оптикалық оське параллель кетеді дейді. Осы үш ережені негізге ала отырып, біз линзадан кескіндерді алады екенбіз. Сонда міне айтып тұр ғой. Мына жерде дене тұр, дене тұр. Дененің ең жоғарғы нүктесінен, мысалы мынандай дене болатын болса, немесе бір ғана мына жерде нүктеде тұрған болса, денені үлкен кішірейтіп қарастыратын болсақ, мына жерден бас оптикалық оське параллель түзу сызық жүргіземіз, және қиылысқаннан кейін ол жарық түседі ғой мына жаққа. Жарық сынады, бас оптикалық оське қиылысып сынады дейді. Түсінікті ғой? Сынды, және де тура осы нүктеден О нүктесіне, яғни жаңағы О нүктесінен жарық сынбай өтіп кетеді деді ғой. Міне, О нүктесінен қиылысып сынбай өтіп кетті. Сонда мына екеуінің қиылысу нүктесі балалар кескін, бізде кескінді беріп тұр. Және тағы үшінші жағдай балалар, мына тура осы нүктеден фокус аралығы арқылы, бер жақтағы фокус аралығы арқылы түзу жүргіземіз, қайтадан параллель түзу сызық сызамыз. Сонда бізде мына үшеуінің қиылысу нүктесі бізде линзаның беретін кескіні болып тұр балалар. Енді қандай линзадан қандай кескін аламыз, соған тоқталайық балалар, Егер дене 2 f фокуста орналасса, онда кескін шын, тең дегенде балалар тура деп алайық, тура, яғни тең дегеніміз дененің мына жердегі биіктігі қанша болса, мына жақтағы кескіні де соншаға тең деген сөз мағынада болып тұр. Және төңкерілген кескін алынады екен. Міне мынандай кескін ғой балалар.
егер дене 2F фокуста орналасса, онда кескін шын, тура төңкерілген кескін болады. Так, міне 2F аралықта тұр кескініміз, мына жерде денеміз, дене мына жерде тұр, яғни 2F-та тұр. 2F-та орналасса, онда кескініміз шын болады, төңкерілген болады, және мына өлшемге тең өлшемде, яғни тура осы 2F аралықта бізде кескін пайда болады дегенді білдіріп тұр. Яғни кескінді алу үшін тағы да айтам балар. Міне, кескін дененің ең жоғарғы нүктесінен параллель бас оптикалық оське параллель түзу жүргіземіз. Яғни жарық қой ол. Жарық сәулесі мына жерге келіп түсті да, келесі бетке өткенде, мынау линза ғой балар, линзаға барғаннан кейін ол сынады, келесі беттен сынып, фокус аралығы арқылы өтеді. Былай кетіп қалды. Біз білмейміз, что мына жерде қиылысатын. Келесі осы жоғарғы нүктеден мына жердегі о нүктесі арқылы түзу сызық жүргіземіз, қиылыстырып. Яғни бұл жерде жарық бас оптикалық оспен өткен кезде сынбай өтеді деген ережеге бағынып өткізіп тұрмыз ғой. Сонда бізде мына жердегі нүкте, яғни бұл жерде дәлдік қажет, мына жердегі нүктеде бізде кескініміз пайда болды. Кескініміз байқап отырғандарындай балар, егер кескін жоғарғы жағында тұратын болса, ол кескін төңкерілмейді, тура солай беріледі. Егер мына жақта төмен жағына бағытталған болса, онда кескін төңкерілген деп айтамыз, сипаттама береміз балар. Кескін шын, тең төңкерілген деген кескін болады екен. Келесі балар бізде егер дене F пен 2F фокус аралығында орналасса, онда кескін шын, кері және үлкейтілген болады. Кері дегенді болар, төңкерілген деп жазайық, солай жазып алсаңыздар болады. Яғни денеміз мына F пен 2F-тің кез келген ортасында тұр. Бұндай жағдай болатын болса, шынымен осылай параллельді жүргізіп, тура жаңағы линзадан кескін алу ережесі бойынша бас оптикалық оське дененің ең жоғарғы нүктесінен параллель түзу жүргіземіз линзаға қарай. Линзаға барған кезде ол параллель жарық сәулесі сынады да, фокус аралығы арқылы өтеді. Бірінші фокус балар, міндетті түрде 2-ге өтпейді, бірінші арқылы өтеді. Осылай сызылып кетті, осылай түзу болып таралып кетті. Келесі екінші түзуміз бізде бас оптикалық ось О нүктесі арқылы бұлай өтеді. Жарық сынбай өтеді дедік. Осы екеуінің қиылысы нүктесінде бізде кескін пайда болып тұр. Кескініміз үлкейтілген, яғни мына жердегі мына биіктіктен мына биіктігіміз үлкен болып тұр. Егер екеуі тең болса, онда тура болушы еді. Бізде үлкейтілген кескін пайда болып тұр, және төңкерілген кескін пайда болып тұр, кері десе де болады, және де шын кескін пайда болып тұр. Келесі, тура осылай сызып жазамыз балар. Тура осындай есептер көп келеді. 2F фокуста орналасса, F пен 2F-тің аралығында орналасса, кескін қандай болады деп, бұны енді жаттап алуға тура келеді, жаттап алсаңыздар болады. Немесе линзадан кескінді алу, жаңағы линзаны сызып жібереміз де, бірден осылай жазсақ та болады балар. Келесі, егер дене 2F фокуста орналасса, онда кескін болмайды. Түсінікті ғой? 2F емес, жай ғана F фокуста орналасса, онда кескін болмайды. Бұны жаттаймыз балар. Келесі, егер дене фокус пен оптикалық центр арасында орналасса, онда кескін жалған, тура үлкейтілген болады. Түсінікті ғой балар, мына жерде денеміз тұр, кескініміз мына жақтан шығып тұр. Осыған назар аударамыз. Жалған, тура үлкейтілген болады. Шашыратқыш линзадан кескін салу. Шашыратқыш линзадан кескін салған кезде мына жерде дене тұр, мынау дене. Мына шашыратқыш линзамыз жаңа жинағыш дедік, яғни ол жинап көрсетеді, кішірейтіп көрсетеді. Шашыратқыш линзадан кескін алған кезде, сол негізгі заңдылық бойынша дененің ең жоғарғы нүктесінен бас оптикалық оське параллель түзу жүргіземізде, мына жақтағы фокус аралығына қиылыстырамыз. Себебі бұл жерде жинағыш қой балар, шашыратқыш линза жинайды. Мына жерде жүргіземіз де,
мына сызықты жүргіземіз. Және де келесі дененің тағы да жоғарғы нүктесінен О нүктесіне қарай сынбайтын сәуле жүргіземіз, иә. Сонда мына екеуінің қиылысу нүктесінде бізде кескін пайда болып тұр ғой, мынау кескін. Шашыратқыш линза әрдайым жинайды, есімізде сақтаймыз. Және линзаға байланысты балалар тағы бір негізгі ұғымдардың бірі линзаның оптикалық күші. Д деп белгілейміз балалар. Линзаның оптикалық күші дегеніміз бас фокус ара қашықтығына кері шама, 1-дің f-қа қатынасына тең. Линзаның оптикалық күшінің өлшем бірлігі бар балалар, ол диоптрия. Толық оқыған кезде диоптрия, қысқартып жазған кезде ДПТР деп жазамыз. Немесе ол 1 метрдің -1 дәрежесі. Яғни мына жерде фокус аралығы метрге тең ғой, өлшем бірлігі метр. 1 бөлі метріміз бізде метрдің -1 дәрежесі деп жазсақ болады ғой. Сол себепті 1 диоптриямыз 1 метрдің -1 дәрежесіне тең. Бұл туынды өлшем бірлік болып тұр. Келесі тағы негізгі линзаға байланысты негізгі шамалардың бірі балалар, бұл Г. Г дегеніміз ол линзаның ұлғайтуы. Мысалы, жаңа дөңес линза, жинағыш линза дедік. Ол жерде ұлғаю емес, наоборот, кішірейтіп жатыр. Неше есе кішірейтті. Яғни сондай мағынаны білдіретін ұғым ол линзалардың ұлғайтуы деп аталады. Ол Г әрпімен белгіленеді. Өлшем бірлік неше есе. Өлшем бірлігі жоқ, негізінен неше есе үлкен, неше есе кіші дегенді білдіреді. Линзаның ұлғайтуы дегеніміз ұлғаюы немесе кескіннің сызықтық шамасының нәрсенің сызықтық шамасына қатынасымен анықталатын физикалық шаманы айтамыз. Балалар, кескіннің сызықтық шамасы деп отырғанымыз мынау биіктік. Мынау кескіннің биіктігі. Кескіннің сызықтық шамасы деп отырғанымыз ол кескіннің биіктігі, өлшем бірлігі метр. Ал нәрсенің сызықтық шамасы деп отырғанымыз мына H қой. Яғни ол дененің биіктігі немесе нәрсенің биіктігі. Яғни ол ешқайдан келген ұғым емес, формуладан қарап та біз ережені айта аламыз. Яғни кескіннің биіктігінің дененің биіктігіне қатынасын біз линзаның ұлғайтуы деп айтсақ болады. Немесе мына кішкентай f-ті білеміз ғой, кішкентай f дегеніміз линзадан кескінге дейінгі қашықтық. Линзадан кескінге дейінгі қашықтық. Д дегеніміз ол нәрседен линзаға дейінгі қашықтық. Яғни осы екеуінің бір-біріне қатынасы Г-ға тең болады деген сөз. Немесе балалар былай сызсақ болады. Мысалы, мына жерде міне жинағыш линзаны қояйық. Міне жинағыш линзаның шартты белгісін сыздық. Жинағыш линза мына жерде дене тұр. Дененің мына жерде дене басқа немен сызайықшы. Мөлшермен сызып көрсетем балалар. Денеден линзаға дейінгі қашықтық Д. Дененің ең жоғарғы нүктесіне бас оптикалық оське параллель түзу жүргіздік та, мына жерде мысалы фокус аралығы болсын, мына фокус аралығынан біз былай қиылыстырып өткіздік. Және де О нүктесі арқылы міне кескін алу үшін міне осындай түзу сызықтар жүргіздік. Мына қиылысу нүктесінде бізде кескін пайда болды. Кескінді міне қызыл сызықпен. Міне балалар, мынау кескін. Мынау денеміз. Мынау дене, мынау кескін. Енді егер мына формулаларды ұмытып қалған жағдайда, міне Г тең болады F бөлу Д, H бөлу үлкен H бөлу кішкентай H дегенді ұмытып қалған жағдайда біз былай мына үшбұрышты қарастырсақ болады. Үшбұрыштарды ұқсас деп қарастырып есепті шығарсақ болады екен. Мына жердегі мына дененің биіктігі балалар кішкентай H-мыз, мына үлкен H. Біз мына үшбұрышты қарастырып тұрмыз. Мына үшбұрышпен, ішін бояп қойықшы. Мына үшбұрышты біз ұқсас үшбұрыштар дейміз. Мына араға денеден линзаға дейін қашықтықты Д деп белгіледік қой. Ал линзадан кескінге дейін қашықтықты F деп белгілейтінін біз білеміз, балалар. Сонда қараңыздар, кішкентай H-тың үлкен H-қа қатынасы тең болады D-ның F-қа қатынасы деп мына пропорциядан есепті шығарсақ болады.
немесе керісінше жазсақ болады. Үлкен h-тың кішкентай h-қа қатынасы тең болады кішкентай f-тің d-ға қатынасы. Бұл кезде уже ол g-ға. Мына жерде балалар бізде g емес, кішкентай h-тың үлкен h-қа қатынасы уже ұлғаюға жатпайды. Түсінікті ғой балалар, иә? Сонда осылай біз есебімізді кішкене жеңілдетсек болады. Егер g-ны табу керек болса, үлкен h-ты кішкентай h-қа бөлеміз деп есімізге түсіріп алсақ болады екен балалар. Келесі балалар, мынау есеп. Фокус аралығы 4 см. Фокус аралығы үлкен f екен білеміз балалар, міне үлкен f жазып қойдық. Фокус аралығы үлкен f. Нәрседен, линзадан нәрсе 6 см қашықтықта орналасқан дейді. Нәрседен линзаға дейінгі қашықтық d берілген, f-ті тап дейді. Оңай таба салуға болады. Шығару жолымен жазып алыңыздар балалар, Келесі, фокус аралығы берілген оптикалық күшті анықта дейді, d-ны анықта дейді. Оны да бір формамен шығара саламыз. Диоптриямен. Келесі. Жақсы балалар, біздің геометриялық оптикаға түсіндірген сабағымыз аяқталды балалар. Назарларыңызға рахмет. Пайдалы білім болсын. Әрбір айтылған ақпарат өте маңызды. Мұқият барлығын жазып, берілген үй тапсырмасын шығарып көреміз. Кері байланыс міндетті түрде жасаймыз. Шығара алмаған есептер болса, кез келген уақытта жазамыз, түсінбеген есептеріңіз болса, кез келген уақытта жазып сұрай береміз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.